Достар, сәлем. Албания мемлекеті, Адриатика теңізі, Шенжини қаласы, әлде Шенгини дейді. Албан тілінде басқаша, серб тілінде басқаша айтады. Осындай жағажай, пляж, лежактар. Волейбол ойнайды. Албанецтер, туристер. Шенгини қаласы ол негізі Албанияның солтүстігінде орналасқан. Біз мына жаққа Ульцин қаласынан келдік. Ал Ульцин ол Қаратаудың, яғни Черногорияның оңтүстігі. Машинамен тура қатынас жоқ Ульциннан Шенжиниге. Сондықтан бірінші Шенжиниден Скадар қаласына, әлде Шкөдір қаласына бардық. Ол Албанияда бірінші шекараға дейін, сосын шекарадан Шкөдірға дейін. Ол сондай көл бар, Скадар көлі деп аталады. Ол Черногория мен Албанияны байланыстыратын көл. Сондай қалаға бардық, Шкөдір. Содан кейін әр қарай трассамен Шенжини қаласына келдік. Оларда код Албанияда плюс 355. Киосктар, әртүрлі нәрсе сатады. Жазғы кафелер. Неге Скөдірді тоқтамадық, өткені ол жерде теңіз жоқ, тек қана көл. Ал бізге ең қызығы теңіз, сәулет, тарих. Сол себептен біз осы Шенжини қаласына келдік. Қала кішкентай. Пляж құмды, ешқандай галька жоқ. Ал Черногорияда болса, пляждардың көбі галькалы пляждар. Тек қана оңтүстігінде ғана Бар мен Ульцин қалаларында құмды жағажайлар. Дәл сондай жағажай солтүстік Албания, Шенжиниде. Құмды және терең емес, таяз болып жалғасады. Осы орайда балдармен келген өте ыңғайлы, суға батып кетпейді. Бүгін ауа райы желді. Әртүрлі тропикалық ағаштар өсет, пальмалар өсет. Мына жерде көп нәрсе өсет. Маған ең ұнайтыны ол әрине инжир және киви. Бірақ инжирдің сезоны қазір, ал кивидің сезоны тек қана күзде піседі. Сондықтан кивидің дәмін әлі көрген жоқпыз. Ал басқа әртүрлі жеміс жидек толып тұр. Бәрі өсет, өрік, алма. Бәрі ондай қатты қымбат емес. Албания негізі Черногориядан арзан. Бағасы жағынан қонақ үйлер, машина жалдауға арзан, тамағы шамалы арзандау болып келеді. Бірақ ондай Черногория сияқты ондай қатты таза емес. Кір жерлері бар. Шамалы кедейшілік бар. Олар кішкене кедейлеу тұрады черногорецтерге қарағанда. Өйткені жұмыс ондай көп емес. Көбінесе туризм саласында істейді. Сол туризм арқасында олар күн көреді көбінесе. Және ауыл шаруашылығы бар. Тағы басқа салалар да бар. Албанецтер негізі олар ондай қатты тазалыққа мән бермейді. Кейде көшеде қоқыс жатады. Олар лақтыра береді.
Ал черногорецтер ондай емес, олар көбінесе таза ұстайды. Әр жерде урналар тұрады, урнаға лақтырады. Сонысымен Черногория ұнады. Тазалығы жағынан, тәртібі жағынан Албания сияқты емес. Бұрын Албания жабық мемлекет болды. 40 жыл бойы олар коммунизм режим ұстанды. Және ешқандай қатынас болған жоқ басқа елдермен. Тек қана санаулы елдермен болды: Югославия, Қытай және КСРО. Содан кейін олармен байланысты үзіп, олар өте шоғырланған мемлекет болып кетті. Яғни ол қатты дамымаған, тек қана соңғы жылдары дамып келе жатыр. Мына жерде туристік ақпарат, қандай күшті жерлерді көруге болады. Лежа дейді. Лежа ол сондай муниципалитет. Соның ішіне Шэньчжэнь қаласы кіреді. Міне мына жерде Лежа Сити деп тұр. Шэньчжэнь. Әртүрлі жерлер мына жерде көрсетілген. Плажы Шэньчжэнь. Тарихи ескерткіштер, қалалар, табиғи жерлер, әртүрлі жерлер, көретін жерлер. Албанияда да таулар бар, Черногорияда сияқты, бірақ таулар ондай биік емес. Черногорияға қарағанда шамалы аласа болып келеді. Дегенмен, егер сізге арзан демалыс керек болса, Албания дұрыс болатын шығар. Ол бір, сосын екінші, Албанияға Қазақстан азаматтары үшін ешқандай виза қажет емес. Тек қана билет алып баруға болады, қонақ үй жалдап. Біз негізі машинамен Қаратаудан Албанияға баратқанда шекарадан тек қана құжат бар ма деп сұрады. Мен төл құжат бердім. Біз жанұямен жүрміз, сол үш төл құжат бердім. Олар оны ашқан жоқ. Мақұл деді. Сосын машинаның төл құжаты бар ма деп сұрады. Мен машинаға төл құжат көрсеттім. Келісім шарт. Ресми түрде машинаны жалдаған үшін. Сосын сақтандыру. Сақтандыруға сол Қаратау, Черногория және Албанияда кіреді. Сақтандыру бар. Машина құжаттар бар. Жақсы болды, рахмет, жүре беріңіз деді. Ешқандай штамп, мөр төл құжатқа қоймады. Сонда ешқандай қатты бақылау жоқ шекарада. Бізде сияқты, Қазақстан әлде басқа елдерде сияқты қатты бақыламайды, туристерде кіргізе береді. Өйткені туристер ақша келеді, жұмыспен қамтиды жергілікті адамдарды. Сондықтан турист келгеніне олар риза. Мынандай қала, мынандай сәулет, дүкендер, кафелер, машиналар бұлай тұрақтайды машинаны жолдың бойында. Бәріне сәлем. Шэньчжэнь қаласы, солтүстік Албания. Сәлем достар. Шэньчжэнь қаласы, солтүстік Албания, Адриатика теңізі. Біз Домус қонақ үйде тоқтадық, 4 жұлдыз. Мынандай таңғы ас, шырын береді, персик, апельсин бар, сосын кофе бар, сүтпен, шай, шведтік үстел, бәрін таңдаймыз. Омлет, круассан, қарбыз бар, сосиска, ботқалар бар әртүрлі. Бұл қала теңіздің жағасында орналасқан. Қазір біз таңғы асты ішеміз. Сосын әр қарай Дурес қаласына барамыз. Ол Албанияның орта жақтарында орналасқан трассамен. Келесі кездескенше
менің арнама тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, пікір, сұрақ қойыңыздар осы видеоның астына, және достарға таратыңыздар. Көп рахмет. Кездескенше. Достар, Дурес қаласы, Албания. Дуреске біз Шенжини қаласынан келдік. Шенжини ол Албанияның солтүстігінде орналасқан. Дурес Шенжинидан оңтүстікке қарай орналасқан. Тиранаға баратқан жолда. Тирана ол Албанияның астанасы болып табылады. Алайда Тирана теңіздің жағасында орналасқан емес. Ол кішкене материк жақта ішке қарай орналасқан. Ал Дурес болса, ол теңіздің жағасында орналасқан. Дурес негізі үлкен қала. Әрине Тиранаға жетпейді. Тирана ол ең үлкен. Ал Дурес жарты сағаттық жолда Тиранадан орналасқан. Және дәл теңіздің жағасында. Мынандай көптеген қонақ үйлер, 4-5 қабатты. Бұл бірінші қатар, екінші қатарда да қонақ үйлер орналасқан. Дурес, Марк. Әр түрлі. Енді Шенжинимен салыстырғанда, Шенжини бұндай лежак көп емес, адам бұндай Дуресті сияқты көп емес. Ол да үлкен. Енді Шенжини ауыл, ал Дурес ол үлкен қала, үлкен курорт. Өсіп жатыр, дамып жатыр. Мейрамхана көп. Қазір негізі Албания қарқынды дамып жатыр турист саласында. Европадан көптеген туристер келеді. Әр түрлі мемлекеттерден және басқа мемлекеттерден қонақтар келеді. Дурес қаласы, Албания. Албан тамағын алдық. Кафеге кіріп. Мынау stuffed pepper деген біздің фаршированный перец сияқты, бірақ іші ашылған, сосын шамалы сорпамен келеді. Ет, фарш, көкөніс бар. Бұның бағасы 5,5 евро. Сосын грек салатын алдық. Ол 4 евро тұрады. Нан алдық. Сосын спагетти алдық. И плюс мынандай тамақ алдық. Ол күріш, сосын бұрышпен, көкөніспен, ол да албан тамағы. Шай алдық. Қазір албан тамағын дәмін көреміз. Біз 3 адамға аламыз. 2 ересек адам және кішкентай бала. Бұл шамамен 20-25 евро көлемінде. Бір рет тойып тамақ ішеу. Қазір дәмін көреміз. Кешкі Дурес. Жақсы, әдемі.
Жақсы қала, жақсы адамдар, ашық адамдар, қарапайым. Егер кемшіліктер жағынан алатын болсақ, Албанияда сығандар көп, сосын қайыршылар көп, көшеде қайыр сұрайды. Ал Қаратауда, Черногорияда ондай адамдар өте аз. Тек қана оңтүстік жақта бар, Ульцен қалаларында. Ал солтүстікте ондай жоқ. Өйткені солтүстік жағы ол басқаша болып келеді. Осындай ұзын жағажай Дурыста. Кеште әлде таңертең қыдыруға жақсы, кеште адам көп. Таңертең адам, егер ерте келсеңіз, көп емес. Күндіз кішкене ыстық. Енді жаздың мезгілін айтып жатырмын. Әртүрлі әшекей бұйымдар сатады. Жазғы мейрамханалар. Күндізгі уақытта мына жерде бәрі толып тұрады. Лежактар, адамдар бәрі жатады. Көбінесе 2 лежак пен 1 зонт сатады. Бағалар сатады дегенде жалға береді дегенім. Бағалар 5 евродан басталады. 10 евроға дейін барады, егер жоғарғы маусым болса. Сонда егер төлемейм десеңіз, өзіңізбен бірге бір мата алып келіп, жерге төсеп жатуға болады. Кейбір адамдар солай істейді. Сондай лайфхак сізге. Дурес қаласы, Албания. Бұл Албанияда халқы жағынан, үлкендігі жағынан екінші қала. Тиранадан кейін теңіздің жағасында орналасқан мынау Адриатика теңізі. Енді Дурес туралы не айтуға болады? Дурес ол ескі қала, көне қала. Ол 7-ші ғасырда біздің заманымыздан бұрын қаланған. Негізін қалаушылар Грекия елі, ол кезде ол бекет ретінде қаланған. Сосын Дурес әртүрлі империядан империяға көшкен. Грекиядан Византияға, сосын Византиядан Македония, әртүрлі басқа да мемлекеттер. Корфика деген мемлекет Дуресті басқарған. Солай ол дамыған. Енді Дурес негізі жақсы қала, әдемі, жақсы набережная, жақсы қонақ үйлер бар. Егер сізге Албанияда курорт керек болса, осы Дуресті келуге болады. Мынадай әртүрлі қонақ үйлер салынып жатыр. Әртүрлі санатты қонақ үйлер, 5 жұлдыз бар. Көбінесе 3-4 жұлдыз, әлде 2 жұлдыз. Негізі Албанияда бағалар, егер көршілес Черногория, Қаратау елімен салыстырсақ, арзан болады. Бірақ сервис жағынан, тазалығы жағынан шамалы төмендеу Албания. Теңіз жағалар көбінесе құмды. Теңіз ондай галька көп емес. Егер сіздерге құмды жағажайлар керек болса, Албанияға келуге болады. Оңтүстік жақта басқа да курорттар бар, мысалы Влёра курорт бар, Саранда бар, Самиль деген бар, сол жерге де баруға болады. Негізі солай, Дуреста әртүрлі қызық нәрселер бар.
қала ішінде теңіз ғана емес, әртүрлі албан тамағын көруге болады, шопинг жасауға болады. Сондай ең жақсы маусымдар, сезондар ол шілде мен тамыз айлары ең жылы, бірақ баға жағынан ол ең үлкен, өйткені ең көп турист келеді. Ал егер маусым, июнь айында әлде қыркүйек айында келсеңіз, ол кезде шамалы баға төмендеу болады, турист аздау болады. Ол маусымның басы, сезонның басы, әлде сезон аяғы. Негізі маусым қазан айына дейін жалғасады. Қазан айында да кейбір адамдар осында суға түседі. Су әлі де жылы, температура сәл төмендеу болады, су сәл салқындау болады, бірақ түсуге болады. Албанияға келіңіздер, сұрақтар болса, пікірлер болса, осы видео астына жазыңыздар. Арнама келіңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.